Кітап біздің қолымызға қалай келетінін білгің келе ме? Онда тыңда. Менің атым Кітап. Мені жасау үшін адам баласы көп еңбек сіңіреді. Алдымен адам орманнан ағаш кеседі. Оны фабрикаға апарады. Фабрикада ол ағаштан қағаз жасап шығарады. Оған авторлар жазады. Суретшілер сурет салады. Баспахана жазулар мен суреттерді басып, кітап етіп шығарады. Жұмысшылар машина мен пойызға тиеп, қала-қалаға, ауыл-ауылға таратады. Міне, енді сенің қолыңда тұрмын. Тыңда, қайтала. Балалар, мынау кітап па? Иә, бұл кітап. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйлес. Мынау кітап па? Иә, бұл кітап. Жоқ, бұл кітап емес. Тыңда, толықтырып айт. Мынау кітап па? Мынау дәптер ме? Мынау қарындаш па? Мынау қалам ба? Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Бәрекелді, дұрыс. Үшінші тапсырма. Тыңда, белгіле. Бірінші сурет. Мынау кітап па? Екінші сурет. Мынау тақта ма? Үшінші сурет. Мынау қарындаш па? Кітап досың, жолдасың, өмірдегі жолбасшың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Табыстырам бәрімен, өлең жыры